Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Асимай. Бүгін осындай салмасы бар капкекелер дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіз. Алдымен жұмыртқаны және қант, ванильді қантты қосып барлығын миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын төменнен жоғарыға қарай жаймендеп көтеріп отырасыз. Массамыз 2 есе ұлғаюы керек. Сүт және сары май бөлме температурасында болуы қажет. Алдымен сүтімізді, сосын сары майымызды біртіндеп саламыз. Ұнға қопсытқышты, яғни разрыхлительді қосып, араластырып, електен өткіземіз. Миксерді төменгі жылдамдыққа қойып, електен өткен өнімді біртіндеп саламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай лопатканың көмегімен астыдан үстіге араластырып, кондитерлік мешогымызға саламыз. Дайын болған массаны капкекейдің капсулаларына құйдым. Сіз үйдегі кекс пісіретін формаларға салсаңыз болады. Массаны толтырып құюдың қажеті жоқ. Дәл ортасы салсаңыз жеткілікті, себебі арасында қопсытқыш болғандықтан тестамыз көтерілетін болады. 12 капкекеге арналған рецепт. 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Капкекелер пісті, осылай қызғылт болуы керек. Жақсылап суытып аламыз. Капкекелердің арасына салма салу үшін осылай ортасын тесуіміз керек. Арнайы құралы бар, бірақ мен осылай насатканың көмегімен кесіп аламын. Ортасына салмамызды салып, қайтадан бетін жауып қоямыз. Бұл салма менің осы YouTube арнамда бар, ссылкасын астыға қалдыратын боламын. Негізі капкекелер салмамен өте дәмді болып шығады. Мен таңқурай салмасын қолдандым. Сіз сгущенканы, вареньяны немесе шоколадты осылай бүтіндей салсаңыз өзі ериді, өте дәмді болып шығады. Дастархан сәнді, әдемі болып көріну үшін капкекелердің сыртын осылай тюльпаны деп аталады. Кондитерлік дүкенде сатады. Капкекелердің сыртын осылай орап қойсаңыз әдемі көрінетін болады. Енді кремімізді дайындайық. Құрғақ ыдысқа қант ұнтағын, творожный сыр және сливки 33% болуы міндетті. Барлығын миксерлейміз. Жылдамдығы төменнен жоғары қарай жаймендеп көтеріп отырасыз. Сливки және творожный сыр салқын болуы керек. Кондитерлік мешокқа насатканы саласыз. Менде бір М деген насатка. Өзіңіздің үйіңізде қандай насатка бар, соны қолдансаңыз болады. Үстіне кремімізді салып, капкекелерге кремді жағып шығамыз. Мінекей достар, қонақ келер кезде тез дайын болатын және де көздің жауын алатын өте дәмді капкекелер болып шығады. Барлығына ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркеліңіздер және сұрақтарыңыз бар болса пікірге қалдырыңыздар.